Сәлем достар, сіздермен Айданка Серикбаева, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сырный шарики жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет болады 3 жұмыртқа, сыр, разрыхлитель, 1-2 қасық ұн, және де хрустящий курочки бізге сырды айналдырып ауналатып алу үшін, және де щепотка соль керек болады. Міне осындай ақ уызды, ақ көбік болғанша бір қалыпты араластырып аламыз миксермен. Енді біз сырымызды төркіден өткіземіз. Енді осында разрыхлителімізді қосамыз. Бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Міне осылай бір қалыпты болып, кәдімгі тесто сияқты қатты жұмсақ емес, қатты сухой емес, осылай бір қалыпты болып шығады. Енді осыны қолымызға аздап күнбағыс майын жағып алып, шариктерге домалаққа айналдырамыз. Біз шариктерімізді домалақ формаға келтіргенше газға майымызды қыздырамыз. Егер қолдарыңызға жабысып қала беретін болса, аздап қолдарыңызды подсолнечный масло жағып алсаңыздар болады. Сол кезде қолдарыңызға жабыспай бір келкі болып домалақталынады. Енді мына дайын болған шариктерімізді ұнтаққа аунатып аламыз. Сосын қызыл түске енгенше кәдімгі бауырсақ секілді қуырып аламыз. Екінші бетіне осылай айналдырып алып қуырамыз әрқайсысын. Қараңыздар, қандай әдем болып шығып жатыр, қып-қызыл болып, бауырсақ секілді таза. Осылай тарелканың бетіне салфетка қойып, мұна майы сүзіліп алу үшін төсеміз. Қараңыздар, қандай әдем болып жатыр. Міне біздің сырный шарикіміз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі, жұмсақ, хрустящий болған. Енді осының дәмін көрейік бірге. Өте дәмді болған. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.